балаларың садикте болған кезде демалып ал, ертең босанып болғаннан кейін ол демалуды ұмытасың деп айтатындар үшін ол демалыс бізге арналмаған шығар. Күн-түні телефон шұқылаймыз да отырамыз ғой. Телефонды шұқыламасақ та күн-түні әйтеуір үйде жүрсек те үйдің тірлігі бітпейді ғой. Кішкентай кезімізде, балалық кезімізде мамаларымыз да отырғызбайтын еді ғой, әйтеуір бір жұмыс тауып тұратын еді ғой. Ал қазір сол жағдайға өзіміз де жетіппіз ғой. Екі бала садикте кезде әйтеуір бірдеңе бітіріп алу керек. Үйдегі отыратын декреттегілер үшін ол таныс жағдай шығар. Телефоннан қарайтын нәрсе қалмай, не істерін де білмей, мына перденің жуғым келіп жүргенде көп болған. Түріне қарасың өңі кетіп қалды. Бұл пердені оңайлықпен машинаға салып жіберсең, оңайлықпен ағарып шығайын деп тұрған перде жоқ. Сондықтан маған бүгін көмекке таза өнімі келеді. Тазамен тап-таза қылып тазалап қоймайын ба, одан да деп осылай пердемді ыстық суға салдым да. Үстіне 3-4 қасық ағартқышымды салып, осылай ыстық суға 30-40 минут салып қойдым да, кірі ерігеннен кейін, әлім жетпегеннен кейін қой құрсын деп стиралкеге бір сығып жібердім да. Оля, перделеріңіз әппақ болып шықты ғой, мә өңін кіргізіп деген. Мына пердеме жаңа өмір сыйладым деп өзім мәз болып жүрмін ғой. Ырсылдап жүріп әйтеуір әрең дегенде іліп қойдым. Таза өнімін яғни сіздер киімдерге ғана қолданып қоймай, және де техникалық барлық заттарға қолдана берсеңіздер болады. Бұл өнім туралы сіздерге айтатын болсам, бұл өте жоғарғы сападағы, құрамында зиянды заттар жоқ, яғни аллергия береді деп еш уайымдамасаңыздар болады. Кейбір химикалық заттарды алғанда қолыңа аллергиялық реакция беретін болғандықтан сыртына резинка қолғап киіп аламыз ғой. Ал бұлда резинка кимей-ақ қолдана берсеңіздер болады. Ал мен болсам перденің ағарғанын аздық етіп қой құрсымына шәйнегіме де жаңа өмір сыйлайын деп бұны да ыстық суға салып жіберіп порошокты ішіне салып жібердім да. Бұл шәйнекте енді 15 минут 20 минут қана ұстадым десем болады. Ішіндегі дақтардың бәрін кетіріп сыртын деген айнадай қылып жылтыратып айна қылып қойды ғой маған. Өздеріңіз көріп тұрғандай тек ыстық судан алдында тек бір шай жібергенім болмаса, артық еш нәрсеге қиналмадым десем болады. Ал енді бүгін үйде құданың да құдағайдың да құлағы тыныш болайын деп тұр. Ал сіздер бұл өнім туралы естігендеріңіз бар ма? Естіп және де қолданып көрген болсаңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.